Андрей Романович Чикатило 1936 жылы 16 қазан, Украина, Харьков облысы Яблочное ауылында туылған. Чикатилоның гидроцефалия белгілерімен туылғаны туралы деректер бар. Гидроцефалияның көріністері оның көзінің нашар көруінен, неврологиялық ауруларға және бұлшық етінің қалтырауынан байқалды. Жас өспірім шағына дейін ол дәретін ұстай алмайтын, сол үшін анасы оны үнемі ұрып соғатын. Оның психикасына әсер еткен фактордың бірі соғыс кезіндегі аштық. Андрейдің мектеп жылдары оңайға соққан жоқ. Ол ұмытшақ, алаңғасар болатын. Сыныптастары оның физикалық әлсіздігін пайдаланып, оны соққыға жығатын және кемсітетін. Бірақ оған қарамастан Андрей оқу озаты болды. 1954 жылы Андрей Чикатило Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің заң факультетіне түсуге тырысты, бірақ түсе алмады. Одан кейін Ахтырка қаласындағы байланыс техникумына оқуға түсіп, оны келесі жылы 1955 жылы бітірді. Колледжді бітіргеннен кейін Нижний Тагил маңындағы электр желілерінің құрылысында жұмыс істеді. Теміржол көлігі инженері болуды ұйғарып, ол Мәскеу теміржол көлігі инженерлерінің электромеханикалық институтының сырттай бөліміне түсті. Бірақ 1957 жылы әскерге шақырылып, оқуын аяқтамады. Әскерде оның әріптестері тарапынан жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырағаны туралы деректер бар. Осы себептер оның психикасына тағы да соққы болып тиді. Әскерден кейін Ростов облысына көшіп, телефон станциясына инженер болып жұмысқа орналасады. Телефон станциясында жұмыс істеумен қатар аудандық Знамя газетінің штаттан тыс тілшісі болды. Ол 1963 жылы Фаина Одначевамен үйленді. Бірақ бұл да оңай болмады. Себебі Андрейдің хронологиясына сүйенсек, 10 сыныпта оқыған кезінде үйіне келген қонақ қызды ұнатып, сексуалдық қажеттілігін орындамақшы болған. Қыздың айқайынан ләззат алған ол, өз-өзіне үйленгенге дейін жыныстық қатынасқа түспеуіне уәде берді. 25 жасында өзі жақсы көрген қызға сөз салған, бірақ бұл жерде де сәтсіздік орын алған. Басты себеп, жыныстық қатынаста жолы болмаған жігітті сүйіктісі жұрт алдында кемшілігін жариялаған. Бұл жаңалық Чикатилоның өз-өзін өлтіруіне итермелеген. Чикатилоның отбасылық өмірінде де әйелімен жақындығы сәтсіз болды. Соған қарамастан 2 бала сүйді. 1970 жылы 15 тамызда Андрей Чикатило Новошахтинск қаласындағы 32-ші мектеп интернатына орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі қызметіне орналасты. Мектепте жұмыс істеп жүргенде ол оқушыларға арам ойын іске асыра бастады. Оқудағы қиындықтарды түсіндіріп беремін деп отыра қалып, қолын тигізіп, жатын бөлмелеріне де кіріп кетті. Студенттер Люба Костина мен Тоня Гульцеваға жыныстық зорлық көрсеткені үшін Чикатилоны жұмыстан босатылып, өз еркімен деген сөзбен арыз жазды. 1978 жылы отбасымен Шахты қаласына көшіп, 33-ші ГПТУ-дың тәрбиешісі, ал жұбайы осы оқу орнының жатақхана коменданты болып жұмыс істей бастады. Түнде Чикатило жатақханаға келіп, оқушыларға тиіспек болған. Басқа студенттер оның 15 жасар Владимир Щербаковқа тиіскенін білді. Содан кейін олар Чикатилоны аяусыз соққыға жыққан. Бұл оның ұстаздық қызметіне нүкте қойды. Сонымен бірге ол өз отбасынан жасырын түрде Межовый проспекті 26-ші мекенжайында орналасқан 1500 рубльге үй сатып алып, оны жезөкшелермен кездесуге пайдаланған. Осы үйге 1978 жылы 22 желтоқсанда 9 жасар Елена Закотнованы алдап әкелді. Ол оқушыға ерекше сағыз беремін деп қонаққа шақырған. Кішкентай қыз қызығып тез келіскен. Ақырында маньяк Еленаны зорлап, бірнеше рет ішіне пышақ сұғып, оны тұншықтырған. 2 күн өткен соң мәйіт Грушев көпірінде табылған. Тергеушілер айуандықпен өлтірілген қылмыскердің кім екенін табуға асықты. Халықтың айтуымен қылмыскердің бет-жүзі толық сипатталды. КПТУ бастығы фотороботтан өзінің бұрынғы қызметкерін бірден таныды. Ал Чикатилоның әйелі сеніммен сол күні оның үйден шықпағанын айтқан. Сонымен Чикатилода дәлел пайда болды. Тергеушілер жаңа жылға дейін істі жабу үшін бұрында қыз баланы өлтіріп сотталған Александр Кравченконы тергейді. Тергеушінің қысымымен Александр қылмысты мойнына алған. Еленаның ата-анасы болса, қылмыскерге өлім жазасын тағайындауды сұрап, сол шешімге қол жеткізді. Андрей Чикатило болса істің қалай болып жатқанын сырттай бақылап жүрді. Кравченконың ұсталғанын біліп, келесі жоспарын іске асыруды ойлады. 1981 жылдың наурыз айында 17 жасар жеңіл жүрісті студент Лариса Ткаченкомен жақындасқысы келді. Бірақ Чикатилоның бұл жолы төсек қатынасында жолы болмайды. Онымен қоймай Ларисаның кемсітуіне әкеп соғады. Бұл кемсіту оның Чикатилоның қолынан өлуге негіз болады. Бірнеше жылдардан соң
Чикатилоның қолынан 9 бен 16 жас аралығында балалар өле бастады. Андрей оларды автобус аялдамасында және автобустарда қарауылдайтын. Ол балаларды жақын жердегі орманға тәттілер, сағыз беремін деп алдап апарып, бұның түбі өліммен аяқталатын. Маньяк оларды зорлап, денелерін бөлшектеп, жыныс мүшелерін кесіп тастайтын. Кейін Андрей денелерді жай кесіп қана қоймай, көздерін ойып алатынды шығарды. Орманнан адамдардың өлі денелері табыла бастағанда қала тұрғындары мазасызданды. Полицейлер болса барлық күдіктілерді тергеді. Расында соның ішінде Чикатилоның өзі де болды. Чикатилоның балаларға жақындығын, олармен байланысын байқаған полицейлер оның артына түседі. Соның нәтижесінде маньяктың вокзалда балаларға тиіскеніне және түнгі уақытта дәл сол вокзал борделінде жеңіл жүрісті қыздармен болатынына көз жеткізді. Міне сол жерде Чикатило ұсталды. Оның сөмкесінен пышақ пен вазелин, сабын мен арқан табылды. Ол оны жұмысқа байланысы бар құралдар деп түсіндірді. Тіптен оның қанына сараптама жасалды. Ростовтағы өлімге қатысы бар қылмыскердің қанымен сәйкес болмады. Сонымен маньяк тағы да оңай құтылды. Араға уақыт салғанда сараптаманың қате болғаны белгілі болды. Бірақ тергеушілер болса бұл жағдайға мән бермеді. Ал Чикатило болса осы уақыт аралығында 20 шақты адамның өліміне себепкер болды. 1985 жылдың қаңтарында Чикатило отбасымен Новочеркасскке көшіп, сол жақтың зауытында инженер болып жұмысқа орналасты. 90 жылы ол Ростов электровоз жөндеу зауытында инженер болып қызмет жасады. Осы кезде ауыр қылмыстарды ашатын және КСРО кезіндегі аса ауыр қылмыскерлер туралы ақпарат жинайтын лесополоса операциясы бастау алды. Лесополоса операциясы кезінде психолог Александр Бухановский Ростовтағы қылмыскердің дәлме-дәл фотороботын құрастырды. Оны X мырза деп атады. Негізгі белгілері: үйленген, балалары бар, жұмысы жақсы, ешкімден ерекшеленбейтін азамат бейнесі болды. Осыны білген Чикатило халық ішінен болып тергеушілерге маньякты іздеуге көмектескен деседі. Осындай ауқымда тергеушілердің жұмысын көрген Чикатило қылмыс жасауды қойған. Бір жыл өткен соң командировканы сылтау қылған маньяктың жоспары көрші қалалар Домодедово, Запорожье және Ленинград облысында, Иловайск қалаларында орын алған. 1993 жылы 8 адам өлтірген. Соңғы өлтіргені жеңіл жүрісті Светлана Коростик болды. Орманның қасында орналасқан вокзалға беттеген Чикатилоны көрген полицейлерде күдік болды. Бірақ нақты дәлелдер болмаған соң маньякты қамауға еш себеп келтірмеді. Бірақ полицейлер маньяктың есімін тексеріс үшін өздеріне жазып алды. Біраз күннен кейін Светлананың өлі денесі сол жерден табылды. Сол кезде жазылған есім мен фамилия еске түсті. Осы кезде Чикатилоның 1980 жылдың басындағы арест жария етілді. Артына аңду салған тергеушілер нәтижесінде Чикатилоны қамауға алды. Өкініштісі, ешқандай дәлел болмады. Ендігі үміт маньяктың өзінің мойындатуын күту болды. Маньяктың үнсіздігі Бухановский деген психологтың жасаған фотопортретінен кейін сөйлеуге негіз болды. Бұл портрет маньяктың психологиялық ауытқуын, жыныстық кемшіліктерін және ішкі мұңдарын толық ашты. Ақыр соңында Андрей бар кінәні мойындады. Сонымен қатар қылмыстарын басынан аяғына дейін толық баяндап берді. Маньяктың ауқымды қылмыс тарихы 220 томнан құралды. Оны 56 адам өліміне айыптағанмен тек 53-ін ғана дәлелдей алды. Тергеушілердің пікірінше Чикатилоның қолынан 65 адам өлуі мүмкін деді. Маньякты іздеу жолында 500 миллионға жуық адам тергелген. 1000-ға жуық қылмыстар ашылды. Соның ішінде 95 кісі өлімі делінген. Чикатилоның адвокаты оның психикалық ауытқуы бар екенін негізге алды. Ал маньяк болса сот отырысында өзін есі дұрыс емес адам кейпінде көрсетті. Бірақ бірнеше сот сараптамасы Чикатилоның есінің дұрыс екендігін дәлелдеп берді. Новочеркасск түрмесінде қылмыскер өзін еркін ұстап, жаттығумен айналысып, тағамға тәбеті жақсы болды. Чикатило түрме қызметкерлеріне, тергеушілерге шағым түсіріп, Борис Ельциннен өмірін сақтап қалуын сұраған. Өкінішке орай ешқандай жауап ала алмады. 13 ақпан 1994 жылы Андрей Чикатило 57 жасында ату жазасына кесілді. 13 жыл бойы полицейлерді сан соқтырған Чикатило 20 ғасырдың ең қорқынышты қылмыскері атанды. Ал мәйітіне келер болсақ, аты жоқ бейітте жерленген.